you girl? Okay, okay, girl. Okay, okay. Tuk tak tak, tuk tak, tuk tak tak, tuk tak. Can you girl? Okay, okay, girl. Okay, okay. Can you girl? Okay, okay. Әпке мен іні бір-бірімен тату болу керек. Сонда қалай? Әпкем мен ұрыспауым керек па? Әпкемнің өзі бастайды ғой бүкіл ұрысты. Не деп тағы да? Іні деген әпкені тыңдау керек дейді. Мен әпкем тыңдау керек па? Әпкем 5-ші этаждан секір десеше. Қой құрсын тыңдамайым. Мына ақылды бар ғой. Әпкем оқып қойып жүрмесін. Оқып қойса оны білем ғой. Міне көрдің ба? Әне деген әпкені тыңдау керек. Давай 5-ші этаждан секір дейді. Мен әпкем тош айтады оны. Жынды ғой екен. Отындай, бол бекеш, тамағыңды жеші. Әпке. Кесі енді. Не үшін шақырдың? Тамағыңды же. Тамағымды же? Не істеп отырсың? Же дедің ғой, тамақ қайда? Мана тамақ. Нама тамақ? Я. Бош деп сөйлей берме. Әпке, сен сондай пысықсың ше. Таңертеңге арбуз жейміз, обедке арбуз жейміз, кешкісінге арбуз жейміз сөйтіп. Түнімен туалетке қонам бар ғой. Не істемақ, жеш бол, сөйлей бермей. Әпке, мына үйде қонбай-ақ ше, прямой біреудің огородына барып қона салмаймыз да бір ай. Отындай, ауым жақсы бол, мен ойнағым деп тұр. Не бұл? Әпке, маған кеткелі бір апта болды ғой. Ал андай арбуздан басқа түк жеп атқан жоқпыз бар ғой. Не дейсің ма? Не дегесің ма? Туалетке тышқан сайын бар ғой, қағып басылған арбуздың ше дәлектерін тышып атырмын ғой. Сайдыр ғой, адам ұсап. Жақсы оқынды. Давай, бас. Давай, кір. Давай. Әпке өзің арбуз. Жақсы алдыңды. Білген сен келе ұмытып қалдым. Тегі не істеймін енді? Нормально ойып қалым келдім. Мен вообще білмеймін бар ғой. Арбузға шақырып таяқ жеп қалдым. Міне болып қалды өзі. Не ғой, тесін ошың мен сені ұмытып тастағым келеді. Әпке, ауысып отырсың ма? Алло, подруга. Все, давай крыши тет ойнап тастайықшы. Я. Жиыну керекпіз ғой? Давай, все. Мамам айтқан рас екен, сотка ойнаған жынды болып кетеді. Алло. Ей, не бар? Алло, подруга. Не подъезде тұршы кәне, не саған келемін. Я ма? Алтын үйде уже түн шығып кеттім. Я осы отындайда дегеме сөйлей бер, нервыма тиіп. Все, давай, күт. Аха, давай. Тыныш отыр түсіндің ба сен? Бара мен арбуз жей беремін ғой. Әпкем жынды болып кеткен ба, не бәле? Бұндай емес еді ғой басында. Ашуланып ұра беретін несінен? Бір иығым біртүрлі қисық болып қалған ба, үстінен ұры қисық қылып тастады ғой. Иығым ашулана берді, соткасын көрмешмейді. Мен сияқты кітап оқымаймын кеше. Ойым ба сонда? Давай. Жаңа не деді? Атат деді ма? Атат! Мен басып атады екен ғой. Давай. Мә, қызы қойын қойны. Мә, саған. Давай. Әпке үйінші ойнай тұрайшы. Давай. Ат! Ей, шықсайды ма қарай, оңға қарай. Ей, жынды. Ей, сен маған еді ғой неғып мен артынан кеп пышақ сұғылдың? Ойбай, мен әпкем сияқты соткаға беріліп кеттім ғой. Жоқ, мен кітап оқуым керек. Иә, мама айтты ғой сен президент боласың, кітапты көп оқы деп. Мінезім де өзгеріп барады ма, білесі өліп барады ғой. Кеттім, кітап оқиын. Мәссаған, маған новидан хит болып отырған трендта жүрген әндер жазылыпты ғой ана кітапқа. Не дейді? Арамызда қалсын бәрі. Жүрегім
ауырып іштім дәрі дейді. Не дейді? Менің атам кәрі дейді. Мына жер кішкентай жол ғой, жүрші әрі дейді. Осындай ән бола ма не? Осы хит болып отыр ма не біле? Атымтай, асханаға кел, мен сенің соткаңмын, келіп мені ойна. Жоқ, мен кітап оқимын, кітап. Ей, көтек болсайшы. Жоқ па, сәл сотка ойнап алайын ба? Я, әпкем келгенше сотка ойнап алайыншы ба? Кеттім. Осы подругамды не үшін ренжіттім? Оның алдында андай болып қалды. Осы бәрі телефонның кесірінен ана жаман ойынды ойнамасам бәрі жақсы болар еді. Давай! Солға шық, оңға! Бұрымсай, давай! Давай! Оңға шықсай, оңға! Давай! Шынымен де адам көп телефон көрсе, телефонға беріп кетеді екен. Отантай! Құрметті достар, сотканы көп пайдалансаңыздар. Біріншіден, мінездеріңіз өзгеріп, тез ашуланатын боласыз. Екіншіден, көзіңіздің көру қабілеті нашарлайды. Үшіншіден, ұмытшақ боласыз. Сол себепті сотканы көп пайдаланбауға кеңес береміз. Осы киноны сотканы өліп көретін, соткамен бірге ұйықтайтын досыңа жібер.